Құрметті студенттер, қосымша бұл сабақ жалпы қолтық лимфа түйіндеріне және сүт безінен лимфаның ағу жолдары осы тақырыпқа арналады. Сіздер осы аптада лимфа жүйесін, жалпы қолдың лимфа тамырлары мен түйіндері, жалпы лимфаның жолдарын талдадыңыздар. Сондықтан бірқатар мәліметтермен сіздер таныссыздар. Енді қолтық лимфа түйіндері жалпы бетке және терең болып бөлінеді, анатомиялық оқулықтарда. Енді жеке дара қолтық лимфа түйіндері Сапин анатомиялық оқулығы бойынша 6 топқа бөліп қарастырады. Қолтық лимфа түйіндері, міне алдарыңызда топтары жазылған. Яғни ноде лимфация аксилярис латералис, яғни латералды топ. Одан кейін ноде лимфация аксилярис медиалис, немесе кеуде лимфа түйіндері деп айтылады. Одан кейінгі үшіншісі ол жауырын асты, немесе артқы топ лимфа түйіндері. Одан кейінгі төменгі топ, сосын ұштық немесе жоғарғы топ бар, және орталық ноде лимфация аксилярис централис. Міне осындай 6 топқа бөлінеді. Бұл қолтықты 6 топқа бөлген, қазір сүт безінен лимфаның ағу жолдарын түсіндірген кезде осы лимфа түйіндерді топтары түсінік керек болады, қажет болады. Және мына слайдтарда осы лимфа түйіндерінің қайда орналасқаны туралы мәліметтер келтірілген. Қарап шығуға болады. Енді сүт безінен лимфаның ағу жолдарын түсіну үшін біз топографиялық сүт безін 4 квадрантқа бөлеміз. 2 перпендикулярлы сызық арқылы сүт безін 4 квадрантқа бөліп қарастырамыз. Мына алдарыңызда тұрған слайдта суретте көрсетілген. Біріншісі вертикальды сызық және горизонтальды сызық. 2 перпендикулярлы сызық арқылы 4 квадрантқа бөлінеді. Міне жанында жазылып тұр. Ол бірінші жоғарғы медиалды квадрант, жоғарғы латералды квадрант, төменгі медиалды квадрант және төменгі латералды квадрант. Міне осылай бұл 4 бөлімге бөліп қарастырамыз. Сонда енді сүт безінің лимфа тамырлары негізінен тікелей, жалпы ақпаратты білу керек, тікелей кеуде торының лимфа тамырларымен тікелей байланысқан. Лимфа тамырлары сүт безінің жалпы бұл паренхимасының және тері лимфа тамырлары деп бөлінеді. Және осы 2 бөлімде тері ішілік және паренхиматозда бөлек жекеленген лимфа торларын түзіп орналасады. Осы сүт безінің терісінен лимфа тамырлары радиарлы бағытта емізік ұшынан басталады да, емізік ұшынан радиарлы деген сәулелі бағытта осы сүт безінің маңындағы орналасқан лимфа түйіндеріне қарай, топтарға қарай ағады. Яғни сояққа қарай тамырлары алып барады лимфаны. Қазір біз сүт безінің бөлімдерінен қандай лимфа түйіндерде лимфа ағады, осы соларды қарастырғанда түсінетін боласыздар. Ал паренхимасында лимфа өрімдері негізінен бірінші субартериарлы орналасқан лимфа өрімдеріне, одан әрі қаратай транспекторалды түрде қолтық асты лимфа түйіндеріне ағады. Енді осы сүт безінен лимфаның ағу жолында біз регионарлық лимфа түйіндері бар сүт безінің, осыны түсінуіміз керек. Және мен әрбір лимфа тобын айта отырып, сүт безінің қандай бөлігінен осы бөлімге лимфа ағады, соны айтып шығатын боламын. Енді мына слайдқа қайтып келейін. Дұрыстап мұқият қарап алыңыздар. Қолтық лимфа түйіндерін, бұдан басқа сүт безінен қолтық лимфа түйіндерінен басқа лимфа түйіндеріне ағады. Қазір біз осы тұрғыдан қарастыратын боламыз. Бірінші сүт безінің регионарлық лимфа түйіндеріне жатады. Бірінші алдыңғы қолтық асты лимфа түйіндері, жаңа ғана айттық, алдыңғы слайдта көп шықтыңыздар. Бұл негізінен сүт безінің латералды бөлігінен латералды бөлігінен барады. Бұл лимфа түйіндеріне. Яғни латералды жоғарғы және латералды төменгі квадранттар былай айтылып тұрған. Бұл лимфа түйініне апарушы лимфа тамырының бойында мускус пекторалис майордың латералды жиегінде, міне мускус пекторалис майор не тұр, соның латералды жиегінде немесе үшінші қабырға деңгейінде
осы топқа жататын зоргиус лимфа түйіні деп айтылатын лимфа түйіні болады. Көбіне осы бөлімдерде болатын обыр болатын болса, бірінші осы зоргиус лимфа түйінінде зақымдалады. Кейде бұл үдеріс зоргиус лимфа түйінін айналып өтіп кетуі мүмкін. Бұл жағдайда ол тікелей терең орналасқан терең қолтық лимфа түйіндеріне ағады. Бұны да ерекшелігін білу керек. Келесі топ бұл реген централь, яғни орталық қолтық асты лимфа түйіні, жаңағы ноде лимфация централис. Бұл негізінен қолтық асты венасы, вена аксиляристің бойында орналасқан. Бұл лимфа сүт безінің жоғарғы латералды квадрантынан келетін тамырлар қабылдайды. Осы лимфа түйіндерінің арасынан қабырға аралық иық нерві өтеді. Сондықтан бұл лимфа түйіндері зақымдалған кезде ұлғаяды. Сол уақытта осы нервті қысып тастауы мүмкін. Сондықтан бұл нерв қысылатын болса, иықтың ішкі бетінде ауырсынумен қатар жүреді. Яғни өйткені нервтің қысылуына байланысты иықтың ішкі беті ауырсыну симптомын береді. Келесі үшінші топ бұл артқы қолтық қасты лимфа түйін, ноде аксилярис постериор. Мана алдыңғы слайдта бұл топта да жазылды, айтып өттік. Бұл негізінен осы сүт безінің латералды бөлігінің артқы терең бөлігінен лимфа жинайды. Яғни бұл лимфа тобы артерия субскапуляристің бойында орналасқан. Біз оны қолтық артериясының, артерия аксилярисінің тармақтарын өткенде ол артерия туралы айтқан болатынбыз. Келесі бұл латералды топ лимфа түйіндері. Латералды топ лимфа түйіндері бұл негізінен бұл қолтық асты венасы мен иық венасы бар. Яғни вена аксилярис пен вена брахиалистің аралығы осы жерлерде орналасқан. Негізінен сүт безінің орталық зонасынан лимфа қабылдайды. Келесі ол бесінші топ лимфа түйіні, бұл бұған асты лимфа түйіндері. Бұл негізінен орналасу бойынша фасция клавикуляриспен алдынан жабылған. Яғни бірінші қабырғалық кеңістікпен, яғни артерия вена аксиляристің аралығында орналасқан бұл топ веналар. То есть лимфа түйіндері. Бұл лимфа түйіндері негізінен сүт безінің жоғарғы бөлігінен, яғни жоғарғы латерал, жоғарғы медиалды квадранттардан, яғни лимфа тамырларын қабылдайды. Келесі төменгі кеуде лимфа түйіндері, бұл негізінен емізік ұшынан лимфа тамырларын қабылдайды. Бұл лимфа түйіндері негізінен үлкен кеуде бұлшықетінің латерал жиегінде, негізгі 5-ші қабырғалық деңгейлерде орналасқан лимфа түйіні болып табылады. Келесі алдыңғы кеуде лимфа түйіні. Алдыңғы кеуде лимфа түйіні бұл негізінен артерия торакская интернаның бойында орналасқан. Бұл артерия бұған асты артериясының тармағы болатын. Соның бойында орналасқан лимфа түйіндер. Бұған негізінен медиалды, жоғарғы медиалды квадранттан лимфа тамырларын қабылдайды. Келесі ноде лимфации интерпекторалис, яғни мускус пекторалис майыр мен мускус пекторалис миыздың арасында жататын лимфа түйіндері, ол тереңде орналасқан. Бұл негізінен жоғарғы латералды квадранттан, сүт безінің жоғарғы латералды квадранттан, соның тереңгі бөлігінен лимфа тамырларын қабылдайды. Келесі ноде лимфации субпекторалис, бұл кіші кеуде бұлшықетінің астында жатыр, яғни тереңде жатыр. Бұл негізінен жоғарғы медиалды және жоғарғы латералды квадранттардан сүт безінің лимфаны қабылдайды. Яғни бұл мускус пекторалистің астында жатыр, сондықтан бұл тереңде орналасқан лимфа түйіндері. Егер сүт безінің осы бөлімдерінің обырына жасалатын немесе операциялар кезінде сүт безіне міндетті түрде осы орналасқан лимфа түйіндерінде қоса алып тастау көзделеді. Келесі ішперден тыс кеңістіктің лимфа түйіндері, бұл өте күрделі. Бұл негізінен төменгі бөлігінен, әсіресе төменгі медиалды квадранттан лимфа тамырларын қабылдайды. Бұл жағдай өте күрделі. Сүт безінің
төменгі медиалды квадрантынан бір қатар лимфа тамырлары төменгі бағытта ол бір қатар тамырлары ішперде алды лимфа түйіндері арқылы ішперден тіс кеңістіктің лимфа түйіндеріне ағады, ал бір қатары бауырға қарай ағады. Сондықтан төменгі медиалды квадранттың обыры кезінде рак клеткаларын бауырға метастаз беруі, болмаса келесі бағытта жаңа айтқан ішперден тіс кеңістігі арқылы жамбас астауына метастаз беруі осы лимфа тамырларының жолымен түсіндіреміз. Келесі, егер тағы бір бөлігі ол шап лимфа түйіндеріне өтуі мүмкін. Егер іш қуысына жаңағы айтылған жолдармен рак обыры метастаз беретін болса, ол келесі одан әкетуші лимфа тамырлары арқылы бұл шап лимфа түйіндеріне де өтіп кетуі әбден мүмкін. Сондықтан сүт безінің осы аталған лимфа жолының регионарлық аймақтық лимфа түйіндерінің ерекшелігі бұл құрылымның, анатомиялық құрылымның күрделілігін білдіреді. Сонымен сүт безінің лимфа тамырларының дерлік барлығы ол қолтасты лимфа түйіндеріне ақпайды. Негізінен сүт безінің обырының метастаз беру жолдары ол өте күрделі және алшақ орналасқан жерлерге де беретіндігін болжауға болады. Енді мына слайдта ол сол түйіндермен жаңағы айтылып өткен анатомиялық құрылымдар сипатталған мешіттік лимфа түйіндердің орналасуы, сосын міне орталық лимфа түйіндері қайда орналасқан, алдыңғы қолтық асты лимфа түйіндері, міне ішкі кеуде лимфа түйіндері бар. Мынау сіздердің алдан кіші кеуде бұлшық еті, оның сыртында міне үлкен кеуде бұлшық еті кесілген бейнеленген тұр. Және төменгі медиалды квадрантта міне құрсақ лимфа тамырлары арқылы жаңа метастаз беру жолдарын түсіндірген болатын. Мынау бұғана үсті және бұғана асты лимфа түйіндері деп айтылады. Енді бұл жерде тағы бір ерекшелікті білу керек. Лимфа түйіндерінің асқазанның лимфа тамырларының жолында асқазан обырында тағы бір беретін метастаз, верхов метастаз деген бар. Яғни асқазан рагінде осы бұғана үсті лимфа тамырларына да метастаз беріледі. Сондықтан бұл тамыр түйіндердің ұлғайып ауысуы мүмкін. Сондықтан бұл бұндай жағдайда міндетті түрде ол сүт безінен барған обырдың метастазы или асқазандық ма, бұл жерде екшеу диагностика былай айтқанда жасалу керек.